Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар. Бүгін Клинк.ай платформасына тоқталмақшымын. Платформаның басты беті міне мына күйде ашылып тұр. Ары қарайғы сіздерге ашылған сілтемесін төменге қалдырамын. Сіздерде тіркелу керек болса, бірінші өздеріңіздің Gmail пошталарыңызбен тіркеліп алатын боласыздар. Міне, енді бұл бетте ағылшын тілінде тұрады. Тілімізді өзіміз қазақ тіліне немесе орыс тіліне ауыстырып алуға болады. Бұл жерде мына жерде мүмкіндіктерін қарасақ, мысалы ай кескіндері, ай бейнелері, әсерлер дейді. Ай кескіндеріне шертіп, міне осы жердегі мына сол жағындағы ұяшықтар көріп тұрмыз ғой, осы ұяшықтар кескініне қарап отырып, өзіміз шетіне мүмкіндіктерін таңдап болғаннан кейін жасау батырмасын шертетін боламыз. Бұл жерде әртүрлі нелер бар. Мысалға, мына жерде қарасақ, былай дейді, шақыру. Мына жерге шақыруға. Бұл жерге шақыру үшін қандай кеңестер беріледі? Мына жердің төменгі жағын қараңыздар. Әртүрлі нелер бар. Мына жерде айналдырып отырсақ, жаңарту десек, келесі. Мысалы, мұздан жасалған мүсін дейді. Мен мұздан жасалған мүсінді бұған дейін жасаған мүсінім міне мына күйде жасалды. Қазір көрсететін боламын. Мен жасаған жұмысым тұр мына жерде. Жүктеліп жатыр. Бір кескіннен 4 түрлі мүсін жасап берді. Мұздан жасалған мүсінде өзіміздің таңдаған суретімізді осы кескінге келтіріп береді. Міне мына күйде жасап берді. Шетіп қарасаңыздар, міне мына күйде. Міне. Енді осындай сияқты қылып, біз кез келген мысалы, кішкентай қыз дейді, мысалы таңдасақ, бұл жеріміз 3 жасар азиат қыз, жеңіл киім киген, бежевый кілемде отыр, қолы не бар екендігі шығып тұр. Тағы да жаңартуды басу арқылы ішіне өзіме қажеттісін, мысалы қасқыр қаншайымы дейді, қасқыр тайпасының қаншайымы, мұңды жүзі деп әртүрлі нені беріп қойған. Су тамшылары бар өсімдіктер дейді, не нәрсе екендігін. Әр қайсының осылай айналдырып отырып, өзіміз таңдап, сол таңдаған кескінімізді ары қарай жасайтын боламыз. Мысалы, жауынгерлік батыр дейді. Таңдасақ, үлгіде портрет дейді, қылышшы дейді, қара ұзын шаш дейді, тоқыма байланған дейді, осындай қылып. Енді осыны таңдаймыз, арман қарай біз суретімізді, мына жерге таңдайтын суретімізді, мысалы, менде сурет таңдалып тұрған қойып тұр, мына жерде мындай болып тұрады сіздерде. Осы жерден қою деп өздеріңіздің суреттеріңізді таңдайсыздар. Арман қарай, мен жасамаймын бұл жерде. Арман қарай, мына жердегі өлшемдердің біреуін таңдаймыз, қандай өлшемде керек сіздерге, соны таңдайсыздар, сосын жасауды батасыздар. Сол кезде мына жерден белгілі бір уақытта, 2 минут уақытта жасалып шығатын болады. Бұл бірінші ай кескіндері. Келесі, екіншіде де ай бейнелері. Бұл жерде дәл сол сияқты, мына жерге суретімізді қоямыз. Менде енді каждый азая береді, жасап көрген сайын. Сосын арман қарай жасау арқылы, егерде мысалы мына жерге барған кезде 1:5 үлгісімен қолжетімсіз деп тұр. Менде 1:5 үлгісі таңдалып тұр. Сондықтан да бұл жерден қандай неде қолжетімді, соны таңдайтын болсам. Мысалы 1:1 қолжетімді ма, соны таңдаймын. Осылай қылып, таңдау арқылы арман қарай жасайтын боламын. Мысалы, қандай қозғалыстар мына жерден таңдаймыз. Сол қозғалыстарды, мысалы, келесі қандай не бар. Осындай қылып, өзіміз ары қарай әрбір тіректі қоя отыру арқылы жасап шығатын боламыз. Келесі, үшінші бір несі бізде әсерлер. Осы жерге де шертеміз, әсерлер таңдаймыз. Енді осы әсерлердің ішінде мына жерге дәл жаңағыдай сурет таңдайтын боламыз. Сосын төменгі жағында әсерлер тұр. Бұл тегі нұсқасының ішінде бізде мына жерде 4 қана әсер тұр. Мындай болды. Енді мен қазір бір әсерді жасап көремін. Мына әсер жасап көремін мысалы бізде. Бұл жерге бір суретті таңдаймын. Міне суретті таңдадым. Міне жүктеліп жатыр мендегі сурет. Жүктелді. Енді жүктелген суреттің әсерін таңдаймын, маған мына әсер керек. Арман қарай
жасау деген менде қолжетімсіз болыпты, байқап тұрсыздар ма? Енді бұның үстіне алып барсақ, міне 1/6 үлгісінде қолжетімді дейді. Ол үшін мына жоғары жағындағы клинк 1/0-ді шертіп, 1/6-ны таңдайтын боламын. Сол кезде міне жасау деген бізде батырмасы қолжетімді болады. Осы жер жасау батырмасын шертемін. Сол кезде міне күте тұрыңыз деп, яғни жасалып жатыр. Осы жерді толық жасалып болған кезде біздің бейнеміз осы жерден ашылатын болады. Бұл жерде мысалға болжалды күту 2 минут, 3 минут деп өзі уақыты көрініп тұр. Қазір қалай шығатынын қарап көретін боламыз. Бұл енді бізде тегін нұсқасы. Тегін нұсқасындағы шектеулі мүмкіндіктердің ішінен де өзімізге қажеттісін жасап көруімізге болады. Бір минут уақыт дейді. Жасалған неміз мына жерде міне оң жағынан көрініп тұрады. Жасалған жұмыстарымыз сақталып та тұратын болады. Осы жерде жасалған жұмыстарыңыз. Міне жасалып бізде шықты. Қазір енді көретін боламыз. Міне мен интернет бекен сәл загрузка біз еніп жүріп жатыр. Міне мыжып жатырған кескінде жасалып шықты. Осындай қылып өздеріңіз бұны сақтап алуға да болады. Мына жерде міне бұлай қылып сақтап ала аламыз. Мына жерде бүйтіп жойып жіберуімізге де болады. Сақтаған жұмысымызды міне жариялау дейді, арман қарай міне сақтап қою, өзімізге көшіріп алу. Бүгінгі біздің тоқталғанымыз Клинк Ай қосымшасы, яғни платформасы. Егер де сіздерге видео пайдалы болса, каналға тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісіп, каналды қолдай отырыңыздар.